Көбі сұрап жатады, телу жұмыстарын қай кезде жасау керек деп. Телу жұмыстары негізінен көктем және де күз мезгілінде жасалады. Негізгі сол екі сұрогы жаз кезінде де жасауға болады. Негізгі осы екі уақытты меңгеріп алсаңыздар, кейінгілері өзі қалпына келе береді. Мен бұған дейін видеоларда көктемде жасалатын телу жұмыстарын көрсеттім. Алма ағаштары, өрік ағаштары, шабдалы деген сияқты. Енді осы видеода күз мезгілінде телу жұмысы қалай жасалу керек, сол туралы видео барысында көрсетемін. Мынау тұрған жабайы өрік көшетіне мәдени абрикос сортын телетін боламыз. Осы видеоның соңына дейін қараңыздар, пайдалы мәліметтер болады деген үміттеміз. Ол үшін біз алдымен мына сияқты сортовой абрикосты тауып аламыз. Содан бізге қажетті қаламшамызды кесіп алуымыз қажет. Енді бізде мына жерде көп қажет емес, сондықтан да мынаның үш жағынан біз аз ғана бөлігін қырқып аламыз. Мынау тұрған сортовой қаламшамыз біздің телу үшін. Оны біз кесіп алғаннан кейін дереу мынау тұрған жапырақтарын алып тастауымыз қажет. Өйткені бұл тамырдан ажырап былай кесілгеннен кейін бұл жерде испарение болады. Мына жапырақтарда қаламшаның бойындағы ылғалдың кетіп қалмау үшін жапырақтарын дереу осылай алып тастаймыз. Мынау бізге телу үшін қажетті қаламшамыз. Енді осыны апарып жабайы көшеттің тамырына осыны телеміз. Мынау енді біздің жабайы қаламшамыз. Осының қажет жерін осылай ашып дайындап аламыз. Кедергі келтіріп тұрған мынау сияқты бұтақтар болса, оны да алып тастасақ болады. Ал бізге қажеті мынау төменгі жағы. Барынша төмен алып жасаған дұрыс, өйткені қыста қар астында қалып қалған дұрыс. Жасалған телінген жер қардың астында қалса, суықтан сақталуына жақсырек болады. Сондықтан да барынша төменірек алып жасай береміз. Алдымен мына телінетін көшеттен осылай кесу дайындап қабықты осылай ажыратып аламыз. Одан кейін мына жерден кесіп алып тастаймыз. Мынау бізде жабайы түбір. Ал енді оған мына қажет бүршікті мынау сортовой абрикостың қаламшасынан кесіп аламыз. Алдымен мына төмен жағын қиғашынан осылай кесіп алсақ болады. Одан кейін жоғары жағынан бастап осылай мына бізде бүршік сортовой. Осыны мына түпке отырғызуымыз қажет. Кесілген жерге қабықтың астына енгіземіз. Үстін сәйкестендіреміз. Немесе мынау артық болып жатса, мына жерін кесіп алып тастасақ та болады. Артығын алып тастадық. Кішкене көтереміз. Сырт жағының қабықтың екі жағын сәйкестендіреміз. Ал егерде төменгі жақтың кесілгені жалпақ болса, онда бір жағын сәйкестендіреміз. Одан кейін алып, бұны орап тастауымыз қажет. Салафанмен осылай қап тұрып, салафанмен орап тастаймыз бұны. Түзеп аламыз. Бүршікті ашық қалдырған дұрыс. Бүршіктің астын және үстін ораймыз. Барынша тартып, қатты тартып, осыны орналастырамыз. Бүршіктің астынан және де үстінен. Осымен жеткілікті салфанымызды үземіз. Сонымен осылай қыс бойы қалады. Одан кейін мынау жапырақтың түп жағын осында алмаған дұрыс. Өйткені мына телінгеннің алған алмағанын біз бір аптадан кейін тексерсек болады. Мынаны түртіп көреміз бір апта өткен соң.
Егер де мынау дереу түсіп қалса, онда мынау жалғанған жер жақсы алды деген сөз. Ал егер мынау пружина сияқты былай түспей тұрып алса, ол кезде мынау жалғану дұрыс болмады. Көктемде қайтадан жасау қажет болады. Осы әдіспен жасалады. Бұдан тағда мына жерге екеу-үшеуін артығымен жасап қоя берсек те болады. Егер де мына біреу алмай қалып жатса, екіншісі немесе үшіншісі алып кетеді деген мақсатпен солай екеу-үшеуін қатарынан артығымен жасап қойса да болады. Мына жерде бізде әлі де бүршіктер көп, сондықтан да тағы да 1-2-3-еуін осы жерге жасап қоямыз. Одан кейін тағы да ескертетін нәрсе, күз мезгілінде осы тамыз айында жасаған кезде телу. Бұны биыл өспейді. Келесі жылға дайындық, келесі жылы көктемде осы бүршіктің үстінен кесіп алып тастаймыз. Содан кейін мына жерден жаңадан сартовой көшет өсіп бастайды. Көктемде ол келесі жылы. Ал енді көктем кезінде жасалған біз қаламшамен телген кезде, ол кезде сол жылы өседі. Көктем жазымен және де күздің айырмашылығы сол. Күзде телу жасалған кезде келесі жылы өседі, ал енді көктемде жасалған кезде сол сезонда осы жаз бойы өсуі қажет. Сондықтан да бұл жерде мақсат, бұл жерде тек қана мынау көшет бүршігіміз жалғанып, тек қана осыған бірігіп қалып қалу қажет. Және де қыстың суығынан аман сақтап қалуымыз қажет. Және де тағы да бір мысал көрсетейік. Осы жерден тағы да екіншісін көрсетсек болады. Мына тұстан тағы да орын таңдап аламыз. Осылай кесілді, және де бұлай төменге қарай міне қабығын алып тастаймыз. Қазір шырын қозғалысы қатты жүріп жатыр, сондықтан да мына қабық өте сондай ажыралып тұрады. Сонымен де біз мына қаламшамызды тағы да алдыңғы сияқты бүршігін аламыз. Бұл жерден үстін кесіп аламыз. Асты жағын яғни. Содан кейін үстінен бастап өзімізге қарай кесіп бастаймыз. Мынау міне біздің бүршігіміз, оны орнатамыз мына жерге. Ұзындығы да дәл келді. Енді осы күйе орап тастауымыз қажет. Мынау алдыңғы осыған дейін айтқанымдай, мына жерде астыңғы мына кесілген кішкене кеңдеу болып тұр. Сондықтан да бұның бір жанын сәйкестендіреміз. Оң жағын түзейміз. Қабықтың бір жанымен. Ал енді мына сол жағы кішкене ашық қала береді осылай. Қазір мына салафанды ораған кезде тағы да қосымша түзейтін боламыз. Астынан бастап орап бастаймыз. Салафанымызды бір орап алғаннан кейін қайтадан осыны түсіп, осылай шет жағын қабықпен теңестіріп қоямыз. Кем дегенде осы бір жағы сәйкес келу керек. Әйтпесе ортада қалып қалса, бұл жерде ешқандай жалғану дұрыс болмайды. Сондықтан да осы нәрсеге мән беруіміз қажет. Сонымен күзде тамыз айында жасалатын телу жұмыс осылай жасалады. Бүршікті жалғау арқылы келесі жылға мәдени сорт көшетін өсіруге осындай күзгі телу жұмысы осы әдіспен жасалады. Бұл салафанды біз алмаймыз. Қыс бойы осылай тұрған дұрыс. Қыста мына салафан да кішкене суықтан бүршіктің аман қалуына көмектеседі. Сондықтан да бұл салафанды біз көктемге дейін шешпейміз. Көктемде бірақ шешіп алып тастаймыз. Және де ең маңызды нәрсе мына бүршіктің жоғары жағынан көктемде кесуіміз қажет. Осы жерден кесіп алып тастауымыз керек. Сол кезде екі бүршіктің екеуі де оянады, немесе біреуі оянады. Соны ары қарай біз дамытамыз. Соңғылығында бәрібір де біз бұл жерден бір діңгек өсіреміз. Сондықтан да біреуі оянса бізге жеткілікті. Ал екіншісі ол жай артығымен жасалып жатқан нәрсе. Осылай біз екі мысал көрсеттік. Ал егер де біз бұны көктемде осы жерден кеспейтін болсақ, бүршіктің үстінен кеспесек, ол кезде мына бүршіктеріміз оянбайды. Сондықтан да көктемде, ерте көктемде жеміс ағаштары бүршік ашпай тұрып, қар еріп болғаннан кейін, тоң ерігеннен кейін дереу мына жерден кесіп алып тастауымыз қажет. Сонымен біз
күзгі телу жұмысын осы видеода көрсеттік. Бұл жерде өрік ағашына мына сартовой абрикос көшетінің қаламшасынан осылай бүршіктерді алып теліп қойдық. Бұл енді өрік ағашы болуы шарт емес, кез келген жеміс ағашын осы әдіспен телсек болады. Шабдалы болсын, қара өрік болсын, немесе алма, алмұрт ағаштарында дәл осы әдіспен теліп, ең бастысы тамыз айының басынан немесе ортасынан бастап бізде қыркүйек айының басына дейін осы кездерде жасалады бұл күзгі телу жұмыстары. Соған қоса бұл жерде ешқандай биыл бұл жерде өсу болмайды. Мына бүршіктеріміз осы жалғанған күйі осылай ұйқыға кетеді. Осы нәрсеге мән беру керек. Бұл өсіп те кетуі мүмкін, егерде бұны мына жерден кесіп тастасақ. Бізге өспеуі қажет. Бұл жылы өскеннің бізге қажеті жоқ. Өйткені күз болып қалды. Күзде өскенмен ол бұтақ пісіп жетіліп үлгермейді. Жетілмеген бұтақ қыстың суығынан аман қалмайды. Сондықтан да біз бұның өспеуін қамтамасыз етеміз. Өспеу үшін не істейміз? Бұның үсті жағын біз кеспейміз. Ал енді көктемде жасаған кезде сол сезонда өсуі қажет. Сондықтан да көктемде жасалған кезде үсті жағы кесіліп жасалады. Сондай бұл жерде екі айырмашылық, басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Бүгінге осындай мәлімет. Пайдалы болған болса арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.